Бұрын сізде не болғаны маңызды емес. Сіз өткеніңіз емес, алған тәжірибеңіз бен қабілеттеріңіз. Олар болашақ өзгерістердің негізі болып табылады. Тағдырды өзгерту үшін ойыңызды өзгертіңіз. Өзіңді бағалайтын ортада өмір сүр. Бағаламай жатса, дұрыс орта таңдағаның. Дұрыс ортада сен де дұрыс адам боласың. Ортаң сенің айнаң. Мен әрқашан өзін-өзі бағалаудың төмендігімен күресетінмін. Менің ойымша, бәрі осы арқылы өтеді. Менде көптеген кемшіліктер бар. Әрбір адам оның өзін қаншалықты бағалаған құнына тең. Өмір бойы баяндалғанды ойламаған адамға атомның сезімдік оқиғаларын анық елестету қиын. Бірақ біз атомның үздіксіз және шексіз өмірін түсіну және бағалау үшін салыстыруды ұсынамыз. Баланы жиі мақтаса, ол бағалауды үйренеді. Өзіңді өз қабілеттіңнен жоғары бағалаудың керегі жоқ, және өзіңді кемсітудің де керегі жоқ. Уақытты бағалаңыздар, күндер келмеске кетіп жатыр. Біздің еліміз әрбір мұғалімнің үлесін бағалайды. Достарды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі белгілі бір уақыт қана сіздің өміріңіздің қонағы болса, екіншісі қандай қиындық туса да қасыңыздан кетпейтін жандар. Оларды бағалай білу керек, өйткені олар өмір бойы сіздің қасыңызда болады. Сіздің істеріңіздің нәтижелерін басқалар бағалайды. Тек қана өз жүрегіңіздің таза да әділ болуына тырысыңыз. Қолдағы барыңызды бағалай білуіңіз керек, әйтпесе ертең одан да айырылып қалатын күн туады. Ұлт биліктермен емес, қарапайым тұрғындармен бағаланады. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер, құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар. Сен жарықсың, сенің сәулеңді көлегейлеп тұратын көлеңкелер де болады, бірақ олар үшін көңіл күйіңді түсіру орынсыз, себебі жарық болмаса, олар да болмайды. Өзіңді бағалай біл. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Біреуге қарап өзіңе баға беруге болмайды.